Тамшы тама берсе, тасты да тесет деген тәмсіл бар. Бізде айтып қана қоймай, түрлі тағдырды басынан кешкен кейіпкерлердің мәселесіне түбіне дейін өңіліп және міндетті түрде бір жағына шығарамыз. Ол үшін күндіз-түні қызмет етуден шаршамайтын «Кел татуласайық» бағдарламасы және мен Тахир Сұлтан. Армысыздар деп бастайық. Бағдарлама барысында айтар ойларыңыз болса, тыңдауға дайынбыз. Қараша халықтың ой пікірмен де санасып отырамыз. Ол үшін төменде көрсетілген телефон нөмірлері қосулы, өзіңізді мазалаған мәселе болса, шешімін табуға тынбай жұмыс жасаймыз. Ал бүгінгі бағдарламамызды қарттар үйіне барғысы келетін Мариям апайымызбен бастаған жөн көріп отырмыз. Келіңіз, Мариям апай. Амансыз. Уағалейкум. Келіңіз, жайғасыңыз. Қалыңыз қалай, апа? Жақсысыз ба? Негізі, сіздің мәселеңіз шынымен тек менің ғана емес, біздің кейіпкерлерді ғана емес, жалпы біздің көрермендеріміздің барлығын кәдімгі жүрегінің елжіреді деп айтсақ болады. Мағандай сұрақтар толассыз келеді, сонда Мариям апайымызды не істейсіздер дейді. Қарттар үйіне шынымен жіберіп қоясыздар ма, сөйтіп қарап отырасыздар ма деген сондай неге келіп жатыр да хаттар. Мен не жауап берерімді білмедім, бірақ айттым, енді алдағын Алла көрсетеді. Мысалы, маман шақырдық, сонымен қатар заңгер де келді, өзіңіз көрдіңіз. Үйіңізге де барып қайттық. Бірақ нәтиже болған жоқ үйіңізге барған сапардан. Сонымен не істейміз енді, апа? Мен сізді қарттар үйіне қимаймын. Ол сіз баратын жер емес. Жалпы негізі ата-аналарымыз, апаларымыз, аталарымыз баратын жер емес. Амал жоқ деген нәрсені мен білмеймін, соны түсінбеймін. Бір шешім бар ғой, амалын табуға болады ғой оның. Бармаңызшы. Иә. Қарттар үйіне. Мен жаңағы өзім денсаулығым жоқ. Одан кейін мына кісіменен бірге тұра алмадым, өзіме батты. Ол кісімен тұра алмаймын мен. Енді мына пікір жазып жатыр, бәрі қатар құрбы дегенде, соны есапқа алып, мен осыны өз күнімді көрейін. Өзімнің беріп қойған зейнетақысы бар. Соны мен өз күнімді көрейін деп. Бұның қиыншылығы көп. Маман шақырдыңдар, айтты. Мен оған неше ай, 3 ай дедіңіз, 3 ай деп жатыр, документ даярлау керек. Оған менің денсаулығым тура келмейді. Мен оны не қыла алмаймын. Соның үшін солай өз күнімді өзім көрейін деген шешімге келдім. Қалай түсінсек болады, өз күнімді өзім көрейін дегеніңіз қарттар үйіне бармайсыз ғой? Жоқ, былай квартира жалдармын, өз күнімді көрейін осы үкіметтің берген ақшасына деп. Бармаңызшы қарттар үйіне. Тура айтасыз, енді мен жаңа не қылмағаннан кейін өзімше қошалап шығып кеттім ғой, денсаулығым жоқ. Әрі мені қасында ешкім қорған жоқ. Мына кісі мен жасай алмайтыныма көзім жетті да, сөйтіп денсаулығымды есапқа алып, үйден шығып қошалап кеткен жағдайым болды. Бірақ енді келе осылар түсініп, мен және сол денсаулық документ жинаудың өзі болмайды. Сонымен мен қолымдағы бар ақшама өзім бұлай квартира алып ба, мен өз күнімді өзім көргім келеді деп шештім. Дұрыс, апа. Шынымен де қарттар үйіне бару үшін өткенде айтты ғой, қаншама құжат, қағаз жинау керек. Сол уақытты бар ғой, қысқартып қана істеп беруге мүмкіндік бар. Бірақ мен ол нәрсені біз істемейміз. Тура айтасыз. Өйткені біз қаламаймыз сіздің қарттар үйіне барғаныңызды. Рахмет. Ертең қаншама халық айтады ғой, айналайындар, қолдарынан келіп тұрған дүние ғой, неге қарттар үйіне жібердіңдер деп. Енді апа қараңыз, керемет, мен қуанып отырмын. Қарттар үйіне барудан бас тартқаныңыз бұл өте керемет қуаныш. Жақсы жаңалық айтыңыздаршы. Рахмет. Апа, пәтер жалдап тұрам дейсіз. Бір өзіңіз. Қалай тұрасыз? Апа, денсаулығыңызда кішкене сәл, енді денсаулығыңыз кішкене сәл енді ақсаңдап тұр. Ол рас. Бір өзіңіз
бір үйді жалдап тұрасыз, ал мейлі бір бөлмелі пәтер болсын. Иә. Алатын зейнетақыңыз 50 мыңнан сәл қасар. Иә. Енді былай айтайық шындықты. Мысалы, бір бөлмелі жер үй, времянка дейді ғой. Иә. Бір бөлмесін алып отырдыңыз. Оның ақысы, бір айлық ақысы 15-20 мың теңге болады. Иә. Жеп ішуіңіз бар, тамағыңыз бар. Иә, дәрі-дәрмек. 20 мың пәтерге кетті. Тамағыңызға 20 мың кетсін. Дәріңізге сонда не қалып тұр? Иә, солай болады енді. Сіз өзіңіз жалпы негізі есептеп, былай ол жағын ойластырдыңыз ба? Иә. Енді солай болады. Жететін- Ләжім жоқ. Жететін болып отыр ма сонда? Жетсе де, жетпесе де солай болады енді. Қайтем басқа. Қазір сұрақ сіздерге. Кім пәтер жалдап тұрады? Араларыңыздан. Айтыңыздаршы, Жүзімкүл апа, мысалы қараңыз, сіздің былайша айтқанда замандассыздар. 50 мыңнан сәл асар, 60 мыңға жете ме? Жетпейді ол. Мен жай ғана квартирада, шағындау квартирада тұрамын. 25 мың төлеймін, услугасы несімен 40 мыңға барып қалады. Қыстың күндері даже 50 мыңға барып қалады. Менің пенсиям 80 мың, бұғысынке 60 мың. Менке 80 мың. Еще мен жұмыс істеймін. 85-90 мың айлық аламын. Соның өзін мен балалардан көмек, соның өзін жеткізе алмаймын мен. Біздің уақытымызда ішіп жеміміз, айран сүтіміз, обышымыз, фруктыларымыз алдымызда тұру керек. Біз онсыз өмір сұрамаймыз. Витамин керек сіздерге, апа. Қолдың қаймағы, сүзбе, сүт, айран, апа дұрыс айтып отыр. Ет, жеміс, жидек керек. Ол да қыруар ақша тұрады. Сіз жұмысқа негізі жарамайсыз, апа, шын мәнінде. Ал мейлі 1-2 сағат бір жерге барып, мейлі еден болмаса ыдыс аяқ жуатын, оғанда алмайды ғой сізді, апа. Оғанда денсаулығым тұрды. Сол денсаулық болмағаннан кейін барлығынан бас тартып отырғаным. Атаммен сөйлестіңіз ба? Жоқ. Сіз қоңырау шалған жоқсыз? Сізге қоңырау шалды ма? Жоқ. Сөйлескен жоқсыз. Балаларыңыз, қызыңыз? Бала 2 күні жағында Ақтаудағы бала сөйлесті. Мариям апайымыз қарттар үйіне бармайым деп бас тартты. Өте қуаныштымыз. Дегенмен пәтер жалдап тұрамын дейді. Алатын зейнетақысы 60 мың. Енді осы мәселені былай ашып нетеге талқылайық. Мадина, не айтасыз? Саламатсыздар ма? Мариям апаға айтпақшы едім да, жаңа квартира жалдағанда, жаңа шынымен қаражат жетпейді ол кезде, мен де квартирада тұрамын ғой. Бірақ ол жерде ең қиыны, адам бір өзіңіз қалғанда сіздің мінез құлқыңыз өзгереді, ешкіміңіз жоқ, бұна өмірден түңіліп кетесіз. Мен өйткен себебі мен баламнан қаламда көбінесе үйде қалып кетемін. Сол кезде балам болса да мен сондай нәрсеге түсіп кетемін. Өзім қой, мен балам бар ғой, балама қарауым керек деп өз-өзімді жұбатамын да. Сіз лажы болса бір өзіңіз квартираға шықпаңыз деп айтамын. Бауырларыңыз, туысқандарыңыз бар шығар, мүмкін сол кісілердің үйлеріңізге барсаңыз деймін. Бір өзіңіз квартирада тұрған ол жаңағы ақшадан бұрын жаңыл деген жалғыздық деген жаман нәрсе негізі ол. Соны айтайын деген нәрсе. Шын мәнінде жалғыздық жаман. Абай аға не айтасыз? Рахмет, Ахин мырза. Мен Мариям апайға анада бұл кісі қарттар үйіне барам деді ғой. Ол кезде жаңа адамдар бақылауында болар еді. Ал енді бұл жерде енді квартира, енді оған да мен қимадым ол кісіге, ол кісіні. Енді мына квартираға да қимай отырмын. Неге десеңіз, бұл кісі жасы келген кісі, ертең күнде давлениесі көтеріледі. Ол жалғыз өзі болып қалады. Ешкім анау-мынау болып кетуі де мүмкін. Ешкім қасында жоқ. Адам жаңа жалғыздықтан жүніріп те кетеді. Ал енді мына балаларынан үміт жоқ. Енді жаңа не звондамаған, не қоңырау шалмаған деген ғой. Не жолдасынан үміт жоқ болды. Енді жаңа ағайын туысқандары бар ғой. Сол кісілер келіп, осы жерден келіп алып кетсе екен деймін. Міне енді сол кісілердің құлағына алтын сырға. Рахмет сіздерге. Рахмет. Гүлсара. Мариям ана, енді сізден сұрағым келетіні, мысалы енді өзіңіз айналдырған бір 60 мың аласыз да пенсияңызды. Енді ол мысалы оны бір айға жеткізу де оңай емес қой енді, жаңа жеміс жидегіңіз бар, төлеу ақы дегендей жаңа пәтердің деген сияқты. Енді оны мүмкін ағаға еркелеп жүрсіз ба жолдасыңызға? Енді оны оңай емес та, ол 60 мың өзі мысалы, сіз енді жаңа тамағыңызбен, киім, бірдеңкелер алғыңыз келеді, сондайға кетіп қалса, ары қарай пәтерге енді қалай енді оны кім төлеп береді деп мысалы ойлайсыз да өзіңіз?
ол оңай емес та енді шын мәнінде былай әшейін бүйтіп ауызбен айтқанда оңай да, ол ойбай мен жаңа пәтер жалдаймын да, жалғыз өзім тұра беремін деген сияқты да. А бірақ енді шын мәнінде сіз енді жалдап кәдімгідей тұра бастасаңыз, ол кәдімгідей қиын. Оңай болмайды. Иә, оның үстіне жас болсаңыз енді жақсы болар еді. А енді қазір жасыңызға жас қосып жатсыз, пайғамбар жасына келдіңіз. Енді сізге шынымен бап керек. Баптанып, жаңағыдай өзіңіздің қалаған тамақтарыңызды жеп, сосын үбірлі шүбірлі болып, мысалы, немерелеріңіздің қасыңызда, жаңағы бала шағаның ортасында солай. Өте дұрыс айтасыз. Өте дұрыс айтасыз, Гүлсара. Рахмет ойыңызға. Қазір бізге қоңырау шалып отырған көрерменіміз бар екен, Қызылорда қаласынан. Есімі Айгүл. Алло. Да, сәлематсыз ба? Сәлематсыз ба? Амансыз. Мен... Алло, сәлематсыз ба? Саламатсыз ба? Тыңдап отырмыз. Айта беріңіз. Мен енді мына Мариям апа жаңа квартира іздеп тұрмын деп тұр, қарттар үйіне бармайын деп тұр. Айта беріңіз. Ол кісіні мен өзім үйіме алсам қалай болар екен? Менің былайша шешем жоқ, енем жоқ, өзім жасым 50-де, 2 ұлым бар. Бара өзім жеке үйім бар. Түсінікті. Былайынша үйде апа мен 2 апа болып үйде бірге отыруымыз ба. Өзім жұмыс істеймін, балалар жұмыс істейді, ешкім кедергі болмайды. Қасымда бірге сырлас мұңдас дегендей, қасымда бірге болса деймін. Қараңыз, осындай да әдемі ұсыныстар түсіп жатыр. Мен былай айтып отырмын, қасыма шақырғым келеді. Бірге өмір сүрсек. Әне апа, қараңызшы. Рахмет. Екі балам бар дейді, олар жұмыс жасайды дейді. Қоңырау шалып отырған Айгүл есімді көрменіміз, ол кісі де жұмыс жасайды екен. Үй бар дейді. Келіп мен қасымда тұрсаңыз дейді. Енді бұл кісіден сырлас керек болып отырған шығар. Жанашырлық танытып айтып отырған ғой. Рахмет, рахмет. Сіздің балаларыңыз ұсынбаған нәрсені біздің көрермендеріміз ұсынып отыр. Егер келісетін болса, мен сол адресімді толықтай айтып, аты жөнімді толықтай айтар едім. Естілмей қалды, қайталап айтып жіберсеңіз. Егер ол кісі келісіп, иә мен баратын жерім жоқ деп айтса, мен өзім адресімді... Егер ол кісі маған келісетін болса, мен тікелей өзімнің адресімді енді жолдап қасыма алғым келеді. Жақсы, онда апамыздың несін жауабын естісек. Айтарыңыз бар ма? Жақсы, ештеңе уайымдамасын, бұл кісінің туысқандары отказ берген, мысал үшін. Рахмет Айгүл, сізге көп-көп рахмет. Аман болыңыз. Осында ұсынысыңызға мың рахмет. Енді оны жаңа не қылдым, хабарым бар, енді хабарласып не отырған. Жанашыр танытып отырған адамдар бар, барлықтарына көп-көп рахмет. Енді мен тап қазір соны шеше алмайды екенмін, туысқандарым бар, туғандарым бар дегендей. Балаларыңызға айтарыңыз бар ма? Әділбек. Жоқ, ештеңе айта алмаймын, ол күттім. Мың не қылған мен бала. Онда мен айтайын. Иә. Аналарыңыз тірі. Шүкірлік. Өмір жасы ұзақ болсын. Бізге бағдарламамызға келді, қарттар үйіне кетемін деп. Мен сонда барам, сонда мен жіберіңіздер деп. Қарттар үйіне жібермей алып қалдық. Туған баласы 2 ұл және қыз. Сіздер жасамаған, сіздер ұсынбаған нәрсені біздің көрермендеріміз ұсынып отыр. Қаншама адам қоңырау шалып айтып отыр. Келіңіз, біз қолымызға алайық. Уайымдамаңыз, жататын жер бар, тамақ бар. Тіпті өзіңіздің алатын зейнетақыңыз өзіңізде қаласын. Біз сіздің жағдайыңызды жасаймыз деп Қазақстанның түкпір-түкпір жерінен қоңырау шалып жатыр. Анамыз тірі кезде бағалайық. Иә, кейде кішкене сәл артық сөйлеп қоятын жерлеріміз де бар. Кейде аналарымызды біз түсінбейміз. Кейде анамыз бізді былайша айтқанда түсініп тұрса да, бірақ аналық өзінің статусын ұстап, жасының үлкендігін ескере отырып, бізді кейде тыңдамай бізді басып тастайды. Оған да біз көніп, сабырлық таныту керекпіз. Апамыз қарттар үйіне бармайды. Бірақ жалғыз өзіңіз қалай тұрасыз 4 бөлмеде, 4 дуалдың арасында. Ертең денсаулығыңыз бірдеңке болып қалып құлап қалсаңыз,
кім сізді көтереді, кім қоңырау шалады, дәрігерді кім шақырады, кім дәріңізді береді, кім аузыңызға су құяды, айтыңызшы. Мен оны не қылмадым. Сол қазірше өзімнің көзім жетіп тұрған жер сол. Бөлек бір бөлмеде болу, ешкімге масыл болмау, балдарды көріп тұрсыздар. Ештеңе дей алмай тұр. Звондады дедім ғой ана Әділбек. Тек жылайды болғаны жылайды, денсаулығың қалай, қаяқта болып жатырсың, ондай есептемейді, жылайды. Сосын әкеңнің айтып жатырғанын естіп жатырсың ба, мындай деп жатыр. Балдар деген бетіне қарағысы да келмейді деп жатыр. Сондай барлығын айтып жатыр. Соған не дейсің, не таяқ жедің ба, не ауыр сөз айттың ба, не бір балдарыңды бір ұрып өлтіріп қойдың ба, не айтасың, не айтуың керек қой. Не жақсысын айтуың керек, не жаманын айтуың керек. Мына жерге келіп отырып, соған бір жауабыңызды айту керек қой. Мен жаман айттың, жақсы айттың деп жатқаным жоқ. Не үшін хабарласпайдың? 1 жыл бұрын ойластым осыны. Не үшін не жақсысын, не жаманын айтпайсың деген кезде тек жылайды сөйтті да. Апа, ол жылағаннан не пайда? Қойып тастады. Не пайда ол құр жылағаннан, егер шынымен келмесе, алмаса қолына. Біреу анасынан, әкесінен безіп жүр, ал біреулер анасына, әкесіне жете алмай жүр. Болғаны. Апамыз не істейміз? Пәтерге шығарамыз ба? Хадиша апай. Рахмет. Мен Мариям апаның балаларын айтайын деп едім да. Мен қарным ашып отыр. Негізі балалары өте анасының бұлай қаншама не жасаса да кешіре білу керек еді. Жолдасына да ренжіп отырмын, айтар сөзім жоқ. Бір тар құрсағына сыйдырған анасы балаларын өліп тіріліп осы дүниеге әкелді. Осы жасқа әкеліп олар аш болмасын, жалаңаш болмасын деп не істесе де сыйды, жаңағы солар үшін өмір сүрді да. Енді олар бір бұрыштан сол анасына бір орын бермеген үшін келіндерін кінәламай-ақ қояйын, келіндеріне сатылып кеткен сияқты деп те айтпай-ақ қояйын. Бірақ балалар әр сөз иесін табады ғой, айта берейін. Бірақ та балаларына айтарым, ертеңгі күн мына екі дүниеде де олар ана балаларынан қайтпасқа кім кепіл? Балаларынан қайтады. Өйткені осы бала әрбір туылған кезде, дүниеге келгенде бір өліп тіріледі ана деген. Соны басынан кешкеннің өзі қаншама тұрады да. Мен айтарға сөзім жоқ. Ұялып отыр мен балаларынан, негізі шын айтқанда. Сосын жалғыздық, сізге жалғыздық Құдайға жарасқан дейді Мариям апа. Тым болмаса жаныңызға жақын бір немерелерін беріп қойса, хотя қолына бір немересін беріп қойса да күтімін жасап, екеуі қыдырып келіп, сөйтіп кішкене көңілін аулайтын. Уақытша да, уақытша. Дұрыс айтасыз. Тым болмаса сол жасауға да кейін болады. алып кетуге мүмкіндік туады ары қарай. Аналарына мейірімі оянып балалардың деп ойлаймын. Рахмет. Қызғалдақ сөйлесінші. Қолын көтеріп. Мен де негізі жаңағы Хадиша апаның айтқысы келген сөздерді айтқым келген еді, Тахир мырза. Өйткені мен міне жаңа 9 жасымда анамнан айырылдым, осы күнге дейін анама жете алмай жатырмын да. Сонда мен түсінбейтінім, бұл кісі оларға бар жақсылығын төгіп, бар мейірімін төгіп та, бір өліп, бір тіріліп ол адамдар дүниеге алып келді да. Сондағы бір анашым деген сөзін телефоннан қимай мен түсінбедім, үлкен ол мүлдем сөйлескісі келмейді екен да. Сонда анашым қалайсың деген сөзге жармай қалғаннан мен таңғалып отырмын, Тахир мырза. Қазіргі заманда білмеймін, әрине бұл өте айтқаным ауыр болатын шығар, бірақ дүниенің артынан кеткен адамға мен ештеңе деп айтуға даже сөзім не болып отыр да, қаза болып отыр да. Мариям апа, енді мен сізге айтқым келеді, немереңізбен жастымын ғой. Мен бір жаңа таңғалғаным да осы да, сіздің бір туысқаныңыз келіп, сізді алып кетуге тіпті ұмтылып жатқан жоқ, бұл не деген сұмдық. Қарттар үйіне бармағыңыз әрине қуанышты, мен үшін өте қуанып отырмын да, бірақ сіз өзіңіз пәтерге шықсаңыз сізге өте қиын болады, Хадиша апа, жаңағы Мариям апа. Өйткені мен де міне 18 жасымнан өзім бөлек квартираға тұрып баламды бақтым, менің өзіме қиын да ол зат. Сіз өзіңіз, сіздің ішетін дәрі-дәрмегіңіз бар, сіздің де жаңағы қан қысымыңыз бар, басыңыз ауырады, басқа жеріңіз ауырады, әрине үлкен кісі болайын, сіздің қасыңызға бір адам керек. Сол үшін енді туысқандарыңыз келмей жатса, жаңағы қайырымды жандар көп қой, Тахир мырза, сол кісілердің біреуінен хотя бы болмасын көмек қолын жаңа созып тұрған адамдармен кеткеніңіз дұрыс деп ойлаймын. Рахмет. Рахмет. Қазір бізге қоңырау шалып отырған көрерменіміз бар екен, Райхан апа, Алматы қаласынан. Сәлематсыз ба? Алло. Сәлематсыз ба?
Сәлеметсің бе, Тахир балам? Сендерге мыңда бір рахмет. Осы қарапайым ел жұрттың жағдайын ойлап, солармен бірге күйініп, солармен бірге сүйініп жүрген сендерден айналып кетейін. Басымды ием сендердің алдында, жастар. Рахмет апа. Содан кейін мен Мариям, мен қатарлы екен, менің құрбым екен. Мен оны түсініп отырмын, Мариямды. Өте жақсы түсініп отырмын. Осы жерде отырған адамдардың біреудің үйіне барып, но ары кетсе бір аптадан өмір сүрер, одан кейін өмір сүре алмайды. Ол мұғалім болған адам, өзінің достоинствосы бар, өзіндік жүрегі бар адам, біреудің үйінде сүмірейіп отыра алмайды, айналайындар. Біреудің үйіне барыңдар деген сөзді вообще қою керек. Қайта ана, етекен ана шалы. Мен өмірді көріп жүрмін ғой, шалдар сондай машинаға отырып алады да, өзен 15 жас, 20 жас, әйелдердің отынан кіріп, күннен шығып, солар үшін таңертеңнен сол үшін қызмет істеп, жылмайып үйіне қарай кетеді. Сонда ойлайсың, ойпырмай үйінде отырған кемпірлері не ойлап отыр екен, білер ме екен, білмес пе екен деп сөйтіп ойлаймын. Мен ондай талай рет көрдім ондай шалдарды құтырып жүрген. Сондықтан дегенің, ол дегенің жақсы әртіс болып, елдің бәріне жақсы көрініп, мүмкін ағайын туысқандарда жақсы көрініп, сондай әйбат шал болып жүрген шығар. Бірақ көрініп тұр оның иттігі. Мына әншейін есалаң, миы дұрыс жұмыс істемейді деп, әншейін балаларына да жамандап қойған, бәріне жамандап қойған. Сондықтан, Мариям, айналып кетейін, менің құрбым боласың. Жасыма біріншіден. Екіншіден, сотқа бер, ана екеуің бірігіп соққан үй болсын, бірігіп сатып алған үй болсын, тең жартысын бөліп, соның ақшасына өзіңе благоустроенный квартира сатып ал. От жақпайтын, ыстық суы бар, суық су бар, сондай үйді аласың. Талай әйелдер, орыстардың кемпірлері жалғыз өздері тұрады. Сен өзің достоинствоң төмендетпе, сен мұғалім болған адамсың. Сенің деген жаның адал, өзің жуас түйе, жүндегі жақсы дегенде жуастығыңды пайдаланып, әншейін шалың ойнаған істеп жүр. Білдің бе? Ал енді ондай қайырымсыз балалардан үміт күтпе. Заң жүзінде немедегі родительский права дегенді бұздағы, менде бала жоқ деп, сондай істеп ал, болды. Сен оларға сен ана болмайсың, олар саған бала болмайды. Сондықтан дегенің заң бойынша ана шал отырған үйді сатып, тең жартысын бөліп, жаңағы балаларың бәрі қосылып, саған однокомнатный, благоустроенный үй сатып әперуге міндетті. Жынды есалам деп жіберіп қойып, қағытып қойып, отырмақшы екен қой олар. Не пройдет. Сен өзіңнің қасиетіңді сақта, өзіңнің авторитетіңді сақта, азар болса, жаңағы заң арқылы аналық неңнен құтыл да, қарттар үйіне кет. Содан кейін тағы да сотқа беріп, ана обязательно өзіңе бір комнаталы үйді саттырып ал да, сол жерге барып отырасың, благоустроенный көршілерің болады, солармен жақсы айбат өмір сүресің. Рахмет апа. Ойыңызға, пікіріңізге. Мен де бәрі өзімнің немнен қайтқым келіп отырған жоқ. Апамызды қарттар үйіне жібергенше, өзінің үйіне, атамыздың жанына, не болмаса балалардың қолына, туыстарына. Ол бір өзі пәтер жалдап тұрғанда, ол бәрі бір құрғыр жетпегір дүние, ертең денсаулығыңызға керек, дәрі-дәрмегіңізге жетпейді, анауыңызға, мынауыңызға жетпей қалады. Ол кезде не істейсіз? Не дейсің, Ержан, айтшы. Армысыздар ағайындар. Апа, енді мына жерде шалыңызға келетін болсам, негізі сіз... Атамызға де. Атамызға келетін болсам, сіз құқыңыз жоқ ер адамның отбасын қаралауға жер бетінде. Құдайдың өзі адамнан қабырғасынан жаралған дейді ғой, әйел адамды. Мен сізді оның шаңырағын қаралағаныңызды құптамаймын, әрі 100% мен қарсымын. Егер енді балаңызға келетін болсам, айтады ғой, қағбан 7 айналсаң да анаңның бір толғағына татымайсың, анаңды қанша Меккеге апарсаң да оның парызынан құтылмайсың. Және де ата-анаңа істегеніңді балаңнан күт дейді. Енді бала шағаңыз келіндеріңіздің артынан кеткен екен, сізді осылай күйге қалдырған екен. Мен сізге айтарым, жалғыз квартирада тұрғанша өзіңіздің замандастарыңызбен қариялар үйінде тұрғаныңыз абзал деп ойлаймын. Рахмет, Алла разы болсын.
бұл жерде ержан жаңа сен қателесіп тұрған сияқтысың. Ол қарттар үйіне барғаннан кейін апа одан сайын уайымға батады, одан сайын қиналады ол жақта. Одан да сол жағдайын істегенмен бәрі ішінен тынады бұл кісі. Ішінен тынып, сыртынан күліп жүргенмен ішінен жылап жүреді мына ішкі несі. Сондықтан ол қажеті жоқ деп ойлаймын. Апа енді намаз оқып жатыр екенсіз, қабыл болсын намазыңыз. Сол намазда екі алақаныңызды жайып, Алла мына балдарыма сана бере көр, Алла балдарыма ой түйе көр деп екі алақаныңызды жайып, енді мынау қазір пайғамбар жасындасыз ғой. Сіздің ниетіңіз не тілесеңіз де қабыл болады деп мен сенемін. Және төбеде тұрған бір Алла бар. Алла тағала еш уақытта ешкімнің ақысын ешкімге жібермейді. Бәрібір аққа Құдай жақ дейді. Намазыңыз қабыл болсын, таң намазында тілей беріңіз. Тілей беріңіз. Апа, енді жаңа қоңырау шалды ғой, Райхан есімді апамыз, сіздің құрдасыңыз екенін сізге айтқанын естіңіз. Одан да бір мөл болса да пәтер сатып ал, соның әрекетін жаса деп жатыр. Не жауап бересіз? Бар ма жауабыңыз? Пәтер сатып алады. Айтты ғой, енді ана үйді сатып, сөйтіп тең жартысын өзің алып, благоустроен пәтер сатып алсаңыз болады деп айтады. Оны енді мен әзір мен көзім ештеңе жетіп тұрған жоқ. Оны Алла біледі. Ештеңе көзім жетіп тұрған жоқ. Мен қолымда барымды айтып тұрмын. Қолымдағы барым соңымен солай болу керек. Ештеңе көзім жетіп тұрған жоқ. Ол шында үйдің жағдайын көрдік. Үй жаман емес, қатты былай аса мақтайтындай емес, орташа деңгейдегі жақсы үй. Атамыздың ертең қалай болады денсаулығы. Сонша ана жерде өсіріп отырған өзінің кішігірім несі бар, бақ бар, жүзімдер, қияр, картоп. Атамыз қалай ондай нәрсені қабылдайды? Қиналып бұл кісінде денсаулығы бірдеңке болып қалмасын деп оны да ойлап отырмын да. Рахмет. Апа, өткенде қызыңызға біз қоңырау шалдық қой. Есімі Алия. Алияға қоңырау шалдық. Содан кейін сізге өзі қайта соқты ма? Жоқ. Сөйлеспеді ма? Жоқ, сөйлеспеді. Сонда бізде эфирде кәдімгі жақсы сөйледі. Жоқ, ешқандай не жоқ деп. Қазір сіздің туған ініңіз Жаңабай, иә? Жаңабай. Сол кісімен қазір байланысқа шығып отырмыз. Ассаламағалейкум, Жаңабай аға. Уағалейкумассалам. Амансыздар ма? Малжан аман ба? Аллаға шүкір. Бәрекелді. Мына қазір біздің алдымызда, біздің жанымызда сіздің туған әпкеңіз, біздің апайымыз Мариям апай отыр. Қарттар үйіне бармаңыз деп жалындып, былайша айтқанда, ол райынан қайтардық. Ал енді қайда барады? Не істейміз? Пәтер жалдап тұрамын дейді. Алло, Жаңабай аға. Иә, естіп тұрмын. Әпкеңіздің жағдайын не істейміз? Ертеңгі. Не, сіз жаңа Тахир, жүргізуші Тахир інімсіз ба? Иә, мен өзім. Иә. Біз қазір тікелей эфирдеміз. Алдымен сіздің жамағатқа, телеарнаға осы қайырлы істеріңізде Алланың нұры жаусын. Сендерге мың алғыс. Рахмет. Енді апамыздың мәселесіне келетін болсақ, біздің де қазір жанымыз қатты ауырып жатыр. Бұл апамызбен сөйлесіп, мен бірдейіне осы недемін, связдамын. Апамен сөйлесіп барлығын былайынша екеуміз шешіп қойдық. Ол ешқандай қарттың үйіне де бармайды, басқа жаққа да бармайды. Қазірше менің қасыма келеді. Менің қасымда болады. Жаңа менде телеарнаны көріп отырым. Жаңа бір апаларда жаңағы өздерінің нелерін білдіріп жатыр, барлығына мың алғыс. Бірақ дегенмен де апа менің қасымда болады. Мен барлығымызда жаңағы ана сүтін емген бенземіз ғой. Қателесеміз, кемшіліксіз болмаймыз. Бірақ бұл өмірдің заңы шығар. Осылай болды. Енді бұл жағын мен өзімнің қолыма аламын. Мен кішкене
жаңағы денсаулығым сыр беріп жүргеннен кейін мен барып бір жағында жүре алмай жатырмын. Бірақ дегенмен де мына жағында енді барлығын өздеріміз шешіп аламыз. Ешқайда бармайды. Солай, Тахир мырза. Бәрекелді, шегелеп мұны қазір ініңіз айтып отыр, біз де естіп, шын мәнінде бір керемет нәрсе. Демек, келісіп отырсыз ғой, ініңіздің үйіне барасыз ба? Құда қаласа сөйтіп айтып қойған, солай болады ғой. Иә. Мынау Қай қалаға? Маңғыстау. Маңғыстау. Ақтауға, иә? Ақтау. Аха. Ақтауға кейін ала осы өзінің бала шағасына жақынырақ болады. Бір жаңағы ретін тауып бір үйге келіп араласып бүйтіп жүріп бір жарасып кетер деген өзімнің ойым бар. Дұрыс, ойыңыз өте дұрыс, аға. Иә, Құда қаласа барлығы жақсы болып кетеді деп ойлаймын. Бұл бір айдың 15 күні қараңғы болса, 15 күні жарық болады дейді ғой. Үмітсіз шайтан барлығымызда әрекетіндеміз. Аға, сіз өзіңіз Мариям апамыздың балаларымен араласып тұрасыздар ма? Иә. Мына осы кейінгі осы мәселеге байланысты сөздің шыны керек кішкене қазір тоқтау болып жүр, бірақ ол жаңағы тоқтау болғанмен ешқандай жаңағыдай ұрыс женжел жоқ, тек кішкене өкпе кейіне бар. Иә, өкпе бар. Бала шағасының өкпесі ма, әлде Мариям апайымыздың өкпесі ма? Енді ағайынды болғаннан кейін мамасы мынандай болып атырғансын, әкесі анандай болып атырғансын, әрине біздер енді баласына да қызына да кішкене ренжіп жүрміз ғой. Бірақ дұрыс түсінуге әрекет істейміз. Ол балдарда енді әлі өмірдің несін көріпті деп жаңағы кішкене жол жосақ айтып жиналысып кішкене көрерміз әлі. Дұрыс айтасыз. Келісіп пішкен тон келте болмайды дейді ғой. Иә. Онда қашан онда апамызды жібереміз, әлде келіп алып кетесіздер ма? Қалай болады осы шағы? Уақытым бар дейді ғой. Жаңа декабрьге дейін деп айтып жатыр. Мен кешегіде де звондағанда айтып едім. Егер жаңа телеарнаның шаруасы біткен болса, ол жақта жата беріп қайтесің. Мында кел, осындай бол. Сол желтоқсанға дейін осында болсаң, ағайындардың арасында араласып бала шағаңмен қарайық. Кейін желтоқсанда бара қайтарсың деп кешегіде сөйлесіп едім. Енді мына сіздердің жаңағы шаруаларыңыз біткенше ешқайда шыға алмаймын деп отыр ғой. Алло. Желтоқсанға дейін біраз уақыт бар, иә? Енді соған дейін қайдан білейін, енді мен жаңағы апаға өзіңе қандай, қазіргі кездерінде қандай қолай болса, қандай жеңіл болса, со жағын жаса деп отырмын. Аға, негізі сотқа дейін апамызды алып кете беруге де болады. Сотқа дейін апамызды алып кете беруге болады. Оның үстіне сот онлайн түрде жүреді. Сол үшін, бұл аса бетіп айтатындай қиын мәселе емес та. Сол үшін уақытты ұзартпай апамыздың да ойы өзгермей тұрғанда темірді ыстық кезінде басып алмаймыз ба? Иә, дұрыс. Өзіңіздің ұлдарыңыз бар ма, әлде тағы туыстарыңыз бар ма? Біреу келсе біз апамызды аманат етіп, сөйтіп шығарып салсақ. Жарайды. Сотқа жеткізбейді шешіп тастайық бұл мәселені, иә? Жарайды. Онда аға біз сізге... Өзі апамыздың өзі мынандай деп айтсын, біз әрекетін жасайық. Жақсы, онда апа, не дейсіз? Мұны қазір ініңіз тыңдап отыр. Рахмет. Қашан келсін? Жәке. Енді келсін деп бұлар бәрі жұмыста ғой. Мен өзім барып, өзім келіп, анада да бір ай болып кеткенмін ғой. Мен өзім барып, өзім келе алам, өзім жаңа не қылмай қояйын, енді бұлар жұмыста. Ешкімді әуре қылмай, соның ішінде хабарласа алмай, не қылмай тұр, ол ешкімнің несі емес, туысқан өзімдікі, өзім білем. Ол туысқандардың бәрі осы сөз, осы не. Мен өзім сенімдімін бұларға. Мен бірақ өз қарабасымды өзімді алып жүре аламын, өзім бара аламын.
Керемет апа. Рахмет. Иә, Демек, жұмыста онда болғасын қинағым келмейді туысқандарымды. Алла разы болсын, рахмет. туыстарыңызға барып мауқымыңызды басыңыз. Ешқандай да қарттар үйі емес, өзіңіз жеке пәтер жалдап тұрмаңыз. Туыстарыңыз бар екен, ақыры осылай келісіп неткен екенсіздер. Жарайды. Ол тіптен жақсы. Ол сөйлесіп тұрады, солай ойласады. Қазір біз ағамызбен Жаңабай аға, аман болыңыз. Елге дұғай Аман болыңдар, рахмет, баршаңызға Алла разы болсын. Амин. Рахмет, сау болыңдар. Рахмет, сау болыңыз. Апамызды жақын күнде онда біз шығарып саламыз. Апа, сонымен туыстарыңыздың үйіне баратын болып шештіңіз, иә? Құда қаласа, Бәрекелді. солай болады. Жүзімгүл апа, алыңыз микрофонды. Күндіз түні айтып жатырмын, бауырларың бар, безбейсің, бауырларыңа бар деп. Алла екеуміздің тілегімізді берді мінекей. Өте қуаныштымын. Сонан кейін мынау інім, о да Марияның інісі болса, мен де інім ғой. Айтарым, рахмет жаным. Өркенің өссін, бала шағаң қызығын көр. Бауыр табылмайды, бала табылғанмен. Баяғыда бір қария кісі жау шапқан кезде атқа баласы мінгестіріп қашып баратса, аға мен қалдым дегенде баласын тастай салып, бауырын аттың артына мінгестіріп шаба жөнелген екен. Сол сияқты айналайын, өркенің өссін деймін, мыңда бір алғыс, дені сау болсын. Рахмет. Өте ырзамын, Мария. Рахмет. Өте ырзамын. Рахмет. Бәрекелді. Иә, апам, шын мәнінде барлығымызды қуанттыңыз. Рахмет. Абай аға, не дейсіз? Рахмет, Ақын мырза. Жаңа мен өзім қатты қуанып отырмын. Жаңа мен айттым ғой, балаларынан үміт үзген адам бұл кісі, жолдасынан үміт үзілген адам кісі. Содан кейін мен айттым ғой, енді ағайын туысқандарына алтын сырға құлақтарына деп едім, 1-2 минут өтпей жатып, міне қоңырау шалынды. Соған мен риза болып отырмын. Әрқашанда жасыңыз ұзақ болсын, өміріңіз ұзақ болсын, әрқашанда бақытты өстіп, мына бет әлпетіңізде күлкі кетпесін. Рахмет. Жыласаңыз, қуаныштан жылаңыз. Рахмет. Рахмет сізге. Апа, сонда қараңыз, сіз бауырыңызбен біз енді сөйлесіп шештік деді ғой. Сіз сонда да бәрібір кішкене күмән болды ма, сонда сізде мен ешкімге масыл болмай қойын, одан да пәтер жалдайын деп. Солай болды. Біз енді сізге қазір айтып жеткіздік деп ойлаймын. Пәтер жалдап тұрсаңыз, апа, шын мәнінде еш нәрсеге жеткізе алмайсыз. Алған зейнетақыңыз еш нәрсеге жетпейді. Тура, рахмет. Тура солай болады. Сіздің заңгеріңізді әлі шақырамыз. Солай. Сіздің мәселеңіз бойынша. Біз Жаңабай ағамызбен байланыстамыз. Ол кісімен де сөйлесіп айтамыз міндетті түрде. Сізді жіберетін уақыт бар, келеді, міндетті түрде туысыңыздың үйіне жібереміз. Алла разы болсын. Керемет жаңалық, жақсы жаңалық. Рахмет. Қуанып отырмын. Әзірше орныңызға апа жайғасыңыз.